Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қысты күні рахаттанып ішетін әртүрлі жемістерден ассорти қылып жабылған, осындай өте дәмді шығатын, әрі атылмайтын компотты жабудың әдісімен бөлісетін боламын. Бұл әдісті өзім қолданғаныма 30 жылдан астам уақыт өтіпті. Кезінде бала күнімде көрші орыс әжем үйреткен болатын. Сіздер де дәл осы әдіспен жауып көруге кеңес беремін. Ең алдымен өздеріңіз қалаған әртүрлі жеміс жидектерді дайындап аламыз, яғни жуып дайындап қоямыз. Енді банканы стерильдеуден бастаймыз. Банканы стерильдеудің әртүрлі әдістері бар. Монтоварканың листіне булап алсақ та болады, немесе жуып болғаннан кейін күннің көзіне қақтап алсаңыздар да болады. Енді кастрюлемізге суды құйып, газға қойып, қайнататын боламыз, қақпағын жауып. Енді алдын ала жуып дайындап қойған жеміс жидектерімізден мінекей бір кеседен банкаға салып шығамыз. Мен 2 литрлік банкаға 2 кесе толықтай шие салдым. Үстіне 1 кесе қызыл смородина және астыңғы жағына осындай сливаны салып жіберуді ұмытып кетіппін. Беткі жағына салып жібердім. Кейінгі банкаларға астына салатын боламын. Бетіне кішкене ғана крыжовник салдым. Енді осындай арнайы жеміс жидектеріміз жан-жаққа шашырап кетпес үшін арналған осы арнайы құралдың көмегімен міне банкаға орнаттым да, қалаған жеміс жидектерімізді ары қарай салып жібердім. Астыңғы жағына өздеріңіз көргендей слива салдым мінекей. Одан кейін 1-2 кесе енді қалауларыңызға қарай осылай шие салдым, 1 кесе толықтай қызыл смородина салдым, крыжовник салдым. Осылай банкаларымызды мінекей орташасына дейін толықтай көбірек салсаңыздар да болады, азырақ салсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай мінекей жеміс жидектерді толтырып салып шығамыз. Банка жабу кезінде банкамыз атылып кетпес үшін ең қолданылатын нәрсені, ережені айта кетейін. Бұл жемістерді таңдау барысында өте мұқият болу керек. Бұл ереже, яғни тек қана жеміс жидектерге ғана қатысты емес, барлық көкөністерге де қатысты деп айтсам болады. Яғни жеміс жидектерді таңдаған кезде құрттағанын, шірігенін, босаған, жұмсарғанын алуға болмайды. Яғни ең әдемісін, ешқандай құрты жоқ, қап-қаттысын таңдайтын боламыз. Мінекей кастрюлеміздегі суымызда сарқылдап қайнап дайын болды. Енді осы қатты қайнаған суды банкаларға мінекей 1 келкі етіп құйып шығамыз. Барлық банкаға 1 келкі етіп қайнаған суымызды құйып шыққаннан кейін алдын ала дайын тұрған стерильденген крышкамызбен жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Бұл қайнаған суды үстіне 10 минутқа қалдыру себебіміз, яғни жеміс жидектерімізде стерильденетін болады. Енді осы 10 минут уақыт өткеннен кейін осы суды кастрюльге қайта құйып аламыз да сироп дайындайтын боламыз. Мінекей арнайы осындай крышканың көмегімен жеміс жидектеріміз ішінен шашырап кетпес үшін осындай жауып аламыз да қайтадан суымызды кастрюльге құйып шығатын боламыз. Осындай компот жабудың негізгі әртүрлі әдістері бар. Бір әдісі 10 минутқа қоймай-ақ бірден жеміс жидектердің үстіне қант салып, қайнаған су құйып, қақпақпен жауып тастауға да болады. Бірақ өзіме осы сиропты дайындап алып, жабу әдісі қатты ұнайды, әрі сенімдірек әдіс болып табылады. Сиропты дайындау үшін 1 литр суға 200 грамм қантты қосып, қайтадан қайнататын боламыз. Енді крышкаларымызды стерильдеп жатырмыз. Енді қараңыздар, банканың аузына марлі жауып қойдым. Не үшін деп ойлайсыздар? Себебі қант қосып суды қайтадан қайнатқан кезде кейде қанттың ішіне мысалы қоқымдар шығып жатады, соның бәрі өтіп кетпес үшін біз банканың аузына осылай марлі жауып, қатты қайнаған сиропымызды құйып шығатын боламыз. Өздеріңіз көргендей видеода, яғни суды 10 минуттан кейін құйып алдық. Сол судың өзіне 1 литрге расчетпен 200 грамм қанттан қосып қайта қайнаттық. Мінекей крышкаларымызды да дәл осылай стерильдеп аламыз. Енді марлямызды алып тастап, бірден ыстықтай крышкамызды бірден беттеріне жауып тастауымыз керек суымай тұрған кезде. Енді мына жерде менде 1-2 банкам бұралмалы қақпақпен жабылған. Мінекей бірден жауып тастаймыз ыстық күйінде.
Аузы бұрандалы банка болса, әрине бұрандалы қақпақтың көмегімен жаба салу өте ыңғайлы. Ал енді біз ары қарай әртүрлі осы банканы жабуға арналған закаткалардың көмегімен қандай закаткалар бар мінекей көрсететін боламын. Бірінші қолданғаным автомат, ал енді қазіргі жауып жатырғаным полуавтомат. Полуавтоматтың де әртүрлі түрлері бар. Қазір бәрін түгелдей көрсететін боламын. Банканы жауып болғаннан кейін мінекей дұрыс жабылды ма, осылай тексеретін боламыз. Енді қарап тұрғандарыңыздай, бұл автомат. Кейде автоматқа мен сенбей жатамын, сондықтан екінші қайтара осылай полуавтоматпен оңға қарай бұрап отырып, сағаттың тілімен ең осылай аяғына дейін жеткізесіздер де, содан кейін кері қарай қайтадан осылай айналдырып бұрап шығамыз. Енді дұрыс жабылды ма тексереміз. Егер тамған болса, онда банкамыз дұрыс жабылмады. Бізде ешқандай тамып тұрған жоқ, сондықтан банка дұрыс жабылған. Енді тағы да мінекей қайтадан көрсетіп шығамын. Бұл автоматтың көмегімен барлық осылай жаңағыдай до конца осылай екі жағы ручкасы до конца барғанша жабатын боламыз. Енді бұл полуавтоматтың бір түрі, мінекей бұны да сағаттың тілімен до конца аяғына дейін апаратын боламыз. Мұны қарап тұрғандарыңыздай. Енді ары қарай бірден алып тастамай кері қайтадан айналдыратын боламыз. Мінекей өзі автоматты түрде содан кейін банканың бетінен босап шығады. Бұл банканы да тексереміз дұрыс жабылғандығына. Мінекей барлығы дұрыс жабылған, сондықтан алып қоямыз. Енді тағы да бір көрсетіп шығамын. Мінекей орамалдың көмегімен екінші көмекші міндетті түрде қажет. Енді автоматты орнатамыз. Мінекей екі ручкасынан аяғына дейін до конца қысамыз. Прямо қысым кәдімгідей білінетін болады сіздерге. Енді мұны қараңыздар. Негізі автоматтан кейін екінші қайра жаппаса да болады, бірақ мен өзім осы сенімді болуым үшін осы автоматтан кейін екінші қайра бір мәрте жауып шығамын. Закаткаларды өздеріңізге қалауларыңызға қарай қайсысы ыңғайлы, сол закаткамен негізі жапсаңыздар болады. Енді маған өзіме осы закаткалардың барлығымен үйренгендіктен өзіме барлығы да ыңғайлы. Негізі осы полуавтоматта өте жаңа закаткалардың ішінде ең бір тиімдісі болып саналады. Банканы жапқаннан кейін міндетті түрде осылай банканы аунатып, дұрыс жабылған, жабылмағанын тексеруді ұмытып кетпеңіздер. Мінекей әртүрлі закаткалардың көмегімен осылай банкаларымызды түгелдей жауып шықтық. Крышкаларымызда өте сәнді жеміс-жидектердің суретімен таңдалып алынды. Мінекей ассорти қылып жабылған компотымыз осымен дайын. Енді қазір біз компоттарды аударып, үстін жылы көрпемен жабатын боламыз. Енді банкаларды тасуға арналған осындай құралды көрсеткім келіп тұр. Өте ыңғайлы. Бұл құралдың көмегімен тез-ақ тасып шығасыз, әрі қолыңыз күймейді. Өйткені банка өте ыстық, ал бұл құрал бізге тез-тез тасымалдауға көмектеседі. Енді мінекей жерге жаңағыдай қазір тақтайымызды төседік, банкаларымызды тағы да бір дөңгелетіп аунатып тексеріп жатырмыз. Ең соңғы финиші деп айтып қояйын. Енді қараңыздар, бәрін мінекей тексеріп, біртіндеп аунатып, мінекей қойып шықтық. Банкаларымыздың арасы қойған кезде бір-біріне қатты жақын болмау керек. Мінекей осындай ара қашықтықта барлығын аударып қоямыз. Енді үстіне қазір көрпе төсеп, көрпе жауып тастайтын боламыз. Көрпені жапқаннан кейін 1-2 суткадай осылай тұру керек. 1-2 күн өткеннен кейін компотымызды аударып, қыстық өнімдерді сақтайтын жерге қоймаға апарып қойсақ болады. Мінекей осымен компотымыз дайын болды. Біз бүгін компотымызды сироп дайындау арқылы жаптық. Қыстыгүні ашқан кезде өте тәтті болуы мүмкін, бірақ сіздер су қосып, сұйылтып, қалауларыңызға қарай дәмін келтіріп алсаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай, өздеріңіздің сүйікті жемістеріңізден осылай әртүрлі ассорти қылып, дәл осы рецептпен компот жапсаңыз болады. Осы компоттың қыстыгүні рахатын көретін боласыздар. Құрметті көрермендер, каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, қазақ тіліндегі арналардың дамуына өз үлесіңізді қосып жіберуіңізді сұраймын. Ал енді сіздермен болған бүгін мен, Марал Есенова. Кездескенше сау саламат болыңыздар.